жуықта әлеуметтік желілер арқылы парламент сенатының бұрынғы басшысы Дариға Назарбаеваны жер-көкке сыйғызбай мақтаған видео тарағаны мәлім. Әлбетте тақырыпқа желеу болған персонаждың басқалардан адами артықшылығы болса, оған ешқандай дау жоқ. Бірақ бұл адам, Дариға ханым, кеше ғана елдегі екінші басшы ретінде жоғары саяси лауазым иесі болғанын ұмытпау керек. Сондықтан бұны бұрынғы саяси режимнің артықшылығын дәріптеуге арналған қоғамдық санаға сіңірілмек саяси манипуляция деп қабылдау керек. Әсіресе қазақ қоғамына, қайталап айтамын, әсіресе қазақ қоғамына іріткі салуға астыртын бағытталған осындай ескіні аңсау үрдісі бүгінде саяси сипат ала бастаған сияқты. Әлеуметтік желілер арқылы тарап жатқан мұндай манипуляция арқылы жаңа Қазақстанда саяси жік-жікке бөлу, өш алу, есе қайтару, қайтып келу әрекетінің әлпетін сезіну қиын болмаса керек. Мәселен, тағы бір мысал. Қаңтар оқиғасына тікелей қатысы бар, қантөгіске себепші болды деп саналатын теріс діни ағым иелері ендігі жерде қоғамның саяси санасына қиқым салуға белсенді түрде кірісуде. Бұған тағы да сол успехқа жеткен бұрынғылар мұрындық болуда. Қаңтарда мемлекеттік төңкеріс жасауға әрекеттеніп, ақырында елден қашып кеткендер бүгінде біртіндеп орала бастады. Енді олар ел ішіне ұлттық мұра мен салт санаға қарсы идеологияны үйіріп, реваншистік саясатты қоғамға сіңіруге қам жасауда. Мақсат әзірге онсыз да ала-құла қоғамда әлеуметтік протесттік теңселіс пен наразылық тұрғысында толқулар тудыру. Әлеуметтік желілері мен таралымы миллионға тақау жазылушысы бар танымал интернет ресурстарға қаржылай көмек беру арқылы оларды өз бауырларына басып, ашық платформалар арқылы саяси теңселістер тудыруға ниетті. Маған мұндай инсайдерлік ақпараттың бірнешеуі жетті. Мен сіздерге көрсетейін соны. Міне, әдейі скринін алдым. Бүгінгі билік отставқа кетеді. Мерзімнен бұрын өтетін сайлауға дайындығы жүріп жатыр. Депутаттардан ұят кетті. Мен өзімді ұяттан кеттім деп айта алмаймын. Және өзгеге айтқызбаймын. Осы сияқты жалаң трендтердің әлем желіге еркін тарауына сол реваншистік күштердің қолтыққа су бүрку әрекеттері себеп болуда. Бұның бәрі бұрынғының кезінде мұндай болмаған, бұрынғының кезінде жақсы еді деген тезисті тарату арқылы қоғамдық санаға солақай саңылау салудың саясат технологиясы деп қабылдау керек. Мен дәл осындай контрпропагандалық материалдардың бір порасын тиісті ведомстволардың жоғары лауазымгерлеріне жолдаған едім, бұған дейін бірнешеуін. Енді қоғамға іріткі салушы түпнұсқаларды анықтауды, ең бастысы ел жұртқа жік салу пиғылы бар осындай ескішіл астыртын күштерді анықтауды, олар жөнінде қоғамға толыққанды ақпарат беруді ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығына сұраймын.